Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін мен сендерге химия пәнінен қашықтан оқыту сабағын өткелі отырмын. Сабақтың тақырыбы органикалық қосылыстардың гомологтық қатары. Сабақтың мақсаты гомолог ұғымын және гомологтық айырмашылықтарды білу. Бағалау критерийі: гомолог ұғымын түсінесіңдер, гомологтық айырмашылықты білесіңдер. Ал енді сабағымызда қолданылатын терминдік сөздер: бұл гомолог, тектес, ұқсас деген мағынаны білдіреді. Гомологтық қатар, гомологтық айырым және жақын гомологтар деген алғашқы ұғыммен таныс боласыңдар. Жаңа тақырыпқа тоқталайық. Балалар, сендер жалпы органикалық қосылыстың не екені жөнінде, қандай зат екені жөнінде, бейорганикалық қосылыстардан қандай айырмашылығы бар екенін алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. Енді кішкене еске түсіріп жіберейік. Яғни өткен сабақпен жаңа тақырыпты байланыстыру мақсатында. Органикалық қосылыстар қандай қосылыстар? Естеріңе түссе, бұлар көміртек қосылыстары. Барлық органикалық қосылыстың құрамында көміртек элементі болады. Сондықтан да оларды көміртек қосылыстары деп атайды. Ал енді бүгінгі біздің негізгі ұғым қалыптастыратын түсініктеме ол гомолог. Гомологтар дегеніміз құрылысы мен қасиеті ұқсас, бір немесе бірнеше С2 тобына айырмасы бар, жалпы формуласы бірдей заттарды айтамыз. Бұл сендердің оқулықтарында бар, сондықтан да егерде оқулықтарың алларында болса, ашып қойыңдар. Мінекей, біз мына жерге кестеге қарап өтейік. Органикалық қосылыстар: алкандар, алкендер, алкадиендер. Сонымен бірге алкендер және спирттер берілген. Мынау екінші жолда олардың жалпы формасы берілген. Біз алдағы уақытта бұлардың жеке-жеке құрылысы, құрамдарына тоқталып өтеміз. Бірінші алкандарға тоқталайық. Мұнда қараңдаршы балалар, CH4. Келесі C2H6. Енді CH4 бұл метан газы, C2H6 бұл этан газы. Ал мынау C3H8 кәдімгі өзіміздің күнделікті өмірде үйде пайдаланып жүрген газымыздың сыртында қандай жазу бар? Пропан деген жазу бар. Міне сол пропан газының молекулалық формуласы. Енді балалар, мұнда қараңдаршы, көміртек, әрбір кейінгі көмірсутек алдыңғы көмірсутектің құрамында көміртектен нешеге артып отыр? Бірге артып отыр. Мінекей, мұнда С1, а мұнда С2, келесте С3. Сол сияқты С4, С болып кете береді. Енді мұны жерге қараңдар. Ал H-ты қараңдар. 4, мұнда 6, мұнда 8. Сонда нешеге артып отыр? С1-ге артып отыр, ал H2-ге артып отыр. CH2. Яғни CH4-тен келесі этанның формасы C2H6, екеуінің айырымы CH2 екен. Келесі этан мен пропанның да айырымы сондай, CH2. Ал енді алкенге қарайық мұнда. C2H4. Келесі үшесіне қараңдаршы, C3H6. Яғни мұннан С1-ге, ал H2-ге артық. Келесі мұны жерге қараңдар. C3H4. Ал мұнаған қараңдар, C4H6. С1-ге артып отыр, ал H2-ге артып отыр. Мұны жерге қарайық. C2H2, C3H4.
С бірге, H екіге артып отыр. Дәл сол сияқты спиртте де сондай. Ендеше балалар, мінеке, гомолог дегеніміз құрылысы мен қасиеті ұқсайды. Міне, бір топта орналасқан, мінеке, тұтас мыналарды өздерінше гомологтар деп қарастыратын болсақ, әр қайсының алдыңғысынан SH2-ге айырымы бар. Яғни алдыңғы SH4-ке SH2-ні қоссақ, S2H6 шығады. Оған SH2-ні қоссақ, S3H8 шығады. Мұны жерде де сондай. Мінеке, көріндер ме балалар? Ендеше гомологтар дегеніміз құрылысы бөлек болады, қасиеті бөлек болады. Ал енді бір немесе бірнеше SH2 тобы мұнда да қайталанып тұр, мұнда да қайталанып тұр. Мұны жерде де SH2 тобына, мұны жерде де SH2 тобына айырымы бар. Сонда көріндер ме? Бірақ мына алкандардың алкендермен қасиеті бір-біріне ұқсамайды. Алкадиендер мүлдем қасиеттері бөлек, құрылысы да бөлек. Алкендердің де құрылысы да қасиеті де бөлек. Бірақ алкандардың өзінің гомологтық қатары бар. Алкендердің өзінің гомологтық қатары бар. Алкадиендердің өзінің гомологтық қатары, алкендердің өзінің гомологтық қатары бар. Тек қана бәріне ортақ қасиет бұл әрбір гомологтың өз мүшесі алдыңғы мүшесінен SH2 тобына артып отырады екен. Сонымен ең маңызды нәрсе, кез келген келесі гомологтың формуласы алдыңғы көмірсутек формуласына SH2 гомологтық айырымды қосу арқылы алынады. Бұны естеріңе жақсылап сақтап алыңдар. Енді физикалық қасиетіне тоқталайық. Мына қараңдар. Алкандардың гомологтық қатарындағы қосылыстардың мінеке, мынау көк сызық мынау көк сызық С1 мен мінеке, қараңдар. Мынау балқу температуралары, қайнау температуралары бірте-бірте. Мынау көк сызық балқу температурасы, ал мынау қызыл сызық қайнау температурасы. Қараңдаршы, артып бара жатыр. Яғни алкандардың гомологтық қатарында бір алғашқы мүшесінен жоғарғы мүшесіне қарай, яғни молекулалық массасы өсу ретіне қарай, олардың балқу және қайнау температуралары артып отырады екен. Сонымен балалар, біз жаңа сабақты түсіндіруді аяқтаймыз. Енді бүгінгі өткен сабағымыздағы негізгі алуға тиісті білімді қаншалықты деңгейде алғандығымызды тексеріп өтейік. Бірінші тапсырма, келесі қосылыстардың ішінен гомологтарды тауып астын сызыңыздар. Ал енді есімізге түсіріп жүрейік, гомологтар деген қандай топқа айырмасы бар? SH2 айырмасы бар. SH4, S2H6, арғарай. Мен сендерден үміт күтемін. Ол тапсырманы сендер біледі деп. SH4, S2H6, содан кейін мынау жоқ, бұл алкандарға гомолог болмайды. S3H6 жоқ. Егер гомолог болса, ол мына жерде екіні қоссақ, мұнда 8 болу керек еді ғой, S5H12. Мынаны қараңдар. Мынаны көміртектің атом санын екеселеп, екіні қоссаңдар, S2-4 қоссаң 6. Енді мына жерге қараңдаршы. 5-ті екеселеп, екіні қоссаңдар 12 шығады. Онда мінеки мынау гомолог болып табылады. 6-ны екеселеп, екіні қоссаң жоқ.
Яғни мінекей бұл жерде гомологтар 3 мүшесі гомолог болып табылады екен, Екінші тапсырмаға көшейік. Мындай этил спиртінің формуласы берілген. С2H5OH. Бұл қазіргі карантин жағдайында балалар этил спиртін антисептик ретінде күнделікті тұрмыста пайдаланып жүрміз. Яғни дезинфекциялық қасиеті бар этил спиртінің нау формуласы С2H5OH деген. Енді оқулықтарында 11-ші сызба нұсқаны пайдаланып, келесі 2 гомологын жазыңдаршы өздерің. Егер бұл 2 тапсырманы сендер дұрыс орындай аласыңдар, егер гомолог ұғымын түсінген болсаңдар, гомологтардың айырмашылығын білген болсаңдар. Ал балалар, енді біз сабағымыздың соңғы түйіндемесіне келейік. Рефлексия. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді қалай бағалар едіңдер? Егер де сен толық меңгерсең, онда алма ағашына қой өзіңнің орныңда. Әлі де түсінбегенің бар десең, онда екінші ағашқа қоямыз, жемісі жоқ, сәл бұлт үйіріліп тұр басында. Ал егер жеткіліксіз деңгейде қабылдаған болсаң, онда біз оны кактус ағашына қоямыз, тікендері бар. Бірақ балалар, қандай болған күнде де бұл біздің ең алғашқы білім жүйесіндегі қашықтан оқытудағы ең алғашқы сабағымыз. Бұл жаңа әдіс болып отыр, сондықтан да сендер уайымдамаңдар, қорықпаңдар. Жеткіліксіз деңгейде алғандарың болса, біз WhatsApp желісі арқылы өздеріңнің сұрақтарыңды беретін боласыңдар, тапсырманы жіберетін боласыңдар. Біз әлі бір-бірімізді толықтырып, жетістікке жетеміз, әлі жақсылап үйреніп аламыз деген ойдамын. Үйге тапсырма. 51-ші бөлім оқулықтарындағы сол бөлімнің аяқ жағында 4-ші жаттығу бар. Бұл кейін емес сендерге. Сондықтан түсініктеме бере кетейін үй тапсырмасына. Бұл жерде алкеннің, мен жаңа кестеде сендерді қайталап ашсаңдар болады. Алкендердің қатарын бердім. Сол жерде этиленнің формуласы С2H4 және этил спиртін біз айтып өттік. Енді метил спирті берілген. Осылардың бір-бір гомологын жазсаңдар болады. Егер тіпті құлшынып тұрсаңдар, 2-3 гомологын жазыңдар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңа көп рахмет. Сендер жетістікке жетеді деген сенімдемін. Сау, саламатта болыңдар.